Құрметті көрермен, ұнайт шоу резиденттері сахнада, демек дәл қазір О Нейм Айдара. Құрметті ұнайт шоу резиденттері, кішкене әзілдеріңізді 2-3 есе мықтырақ қылуларыңыз керек. Себебі О Нейм Айдарының бүгінгі жұлдызды қонағы 2010 жылғы жайдарман чемпионы, Еркетай құрамасындағы, Ақтөбе қаласының актриса, блогер, қысқаша айтқанда енді өте керемет, өте сұлу жан Динара Мирасбек. Келіңіз, отырыңыз. Мына қошеметтің барлығы сізге. Рахмет. Жігіттер чемпион, әзілдің бағасын, сапасын білетін адам. Динара, көңіл-күйіңіз қалай? Көңіл-күй керемет, жігіттер сәттілік. Сонымен, құрметті көрермен, О Нейм Айдара, Динара, біздің жігіттердің мақсаты сіздің жүрегіңізге жол табу, жалпы көңіліңізден шығу, былайынша айтқанда, сіздің мақсатыңыз ішінен үздігін анықтау. Түсінікті? Түсінікті, білем бұл бағдарламаны. Білесіз ба? Әрине. Көресіз ба? Көрем. Бізді жоғарғы лиганың чемпионымызы қарайды екен. Күшті. Олай болса, Динара, бастаймыз ба? Бастайық. Сонымен О Нейм Айдара, қонақта Динара Мирасбек бастайтын есет. Манадан жігіттерге мен шымшындар деп жүрдім да, мен түс көріп атқан жоқпын ба деп, себебі мынандай сұлулар тек түсімде көретін едім. Қалай сізге, Динара? Ұнады ма, ұнамады ма? Иә, түсін көре тұрайық шамалы. Қалсын. Бола ма? Иә. Есет қалды. Жалғастырайық. Азамат. Рахмет. Динара, сен Ақтөбеңкісің, мен де Ақтөбеңкімін. Бұны сен білу керексің. Сен футбольный клуб Ақтөбе болсан, мен 13-ші сектор сияқтымын. Қандай кезең болса да, сенімен біргемін. Вау! Сен қалып тұрсың ғой. Қалып тұрсың ғой. Енді Ақтөбе футбол клубынан кейін қалмау. Эльдар. Динара, сен бензопила сияқтысың. Басты кетіріп жердің. Қалсыншы бірінші тұр ғой. Жоқ, өзіңіз білесіз ғой? Мен тазалық секторым. Жақсы. Шын мамандығыңды айтып кеттің бе сен? Эльдар қалды, қошеметтерің жалғастырайық. Нұрсұлтан. Динара ханым, сіздің жүрегіңіз Жетісай сияқты. Неге? Қауын егуге ыңғайлы десең де. Кең сондай деп отырмын да. Точно, да? Кең ғой да. Енді, Жақсы. Енді. Көрек келесін енді. Қалдыра тұрамыз ба? Қалдыра тұрайықшы. Нұрсұлтан қалды. Бірдеңе шығып қалатын сияқты әрі қарай. Үміт күттіре ма? Нұрбол. Динара мені таңдайтынына сенімдімін. Себебі мен құр сөз емес, видео дайындап келдім. Нұрболға Боранқұлдағы Еркетай тәтелерінің атынан қаржылай сый сияпатымыз бар. Бәрекелді. Ал Нұрбол, жүгіре ғой. Тәтелеріңді ұмытпа. Ал керек болса. Тәтелеріңді ұмытпа деді. Тәте, Ау жаным. берген сыйлығыңызды қайтып берейін. Маған жүрегіңіздің кілтін бересіз ба? Әуелі сыйлық, сосын көреміз. Жоқ, бұлай айтайыншы, ақшаны қайтарып жүрем, ертең қарысыңды айқай шығар. Берген сыйлығыңызбен қоса жүрегіңіздің кілтін бересіз ба? Қал енді. Ұнады ма? Ұнады. Нұрбол, ұнады. Еңбектен келген екен видеоны дайындап. Қырқудың өзі. Оңай емес. Бір түрлі жақтырмайды ма, сәт қал. Енді еңбегің бар ғой, қалшы көреміз. Жалғастырайық, Бексұлтан. Саламатсыз ба, біріншіден? Сәлем. Сіз Солтүстік Кореяның президенті Ким Чен Ын сияқтысыз, менің жүрегімнің диктаторы. Диктаторсыз бірақ енді. Иә, бірақ диктатормын. Өкінішке орай... Бәрі бөтіл қалып атқан жоқ, мен сол үшін ең слабыйнан бастадым. Ренжімеш, жаным. Слишком слабыйдан бастап кеттің сен.
Все. Жақсы. Болды ма? Бексұлтанға қошеметтеріңіз. Рахмет, Бексұлтан. Енді ұнайым айдарының қаншама дүркін жеңімпазы. Жалғастырайық. Елжан. Динара ханым, сіз Сахараның ыстығы сияқтысыз. Мені махаббатқа шөлдетіп тұрсыз. Қалып тұр ғой. Қалып тұр ма? Қаласың әріш. Жалғастырайық. Нұрсұлтан. Динара ханым, сіз Антарктидадағы ағаю секілдісіз. Неге? Құшақтағың келеді. Өкінішке қарай жоқ. Жоқ па? Жоқ. Жоқ па? Ренжімеш. Нұрсұлтанға қошеметпен Мен жоқ, мен жаңа Елжан бір әнмен кетіп жатыр ғой. Просто мен де бір әнмен... Әнмен кеткім келіп тұр ма? Ән бар ма? Аза, бір әнмен шығарып салайықшы. Болды, әннің аяғын тыңдамай қойық. Болды. Самса істеп берейін. Рахмет, Нұрсұлтан. Жалғастырайық. Азамат. Динара, мен сіз туралы терең зерттедім. Сіз гүлді өте қатты жақсы көресіз. Мен сізге 100 роза жібердім. Себебі 101-шісі сізсіз. Түф. Қалады. Роза болып тұрмын ғой. Қалды. Эльдар. Динара, сен жүрегіне мәңгі визаны қалай алуға болады? Соны өзім де білмеймін бар ғой. Шашап кеттім. Посольство, сен жүрегіне посольство қайда деп жалғастырмай қойын, Пока, Эльдар. Пока, Динара. Рахмет, Эльдар. Жалғастырайық. Нұрбол. Динара, сенде диплом бар ма? Бар. Дипломмен ауылға бір адам жетпей тұрады как раз. Ей, дипломмен ауылға деген бағдарламаны ауылға қосып, біздің ауылға бір адам жетпей тұр деген сияқты мамандықпен келістіріп тұрған жоқпын ба осы жерде? Түсініп тұрмын енді. Слишком прям келмей қалды. 2010-ның әзілдері сияқты қойды ма? Нағыл дейіп тұрсын деп речке. Рахмет, Нұрбол. Есет. Динара, сен Илон Масктың байлығынан да асыпсың. Сенің сұлулығыңның Динара, сен Илон Масктың байлығынан да асыпсың. Сенің сұлулығың оның Бүйтіп атсаңыз. Қошеметтеп қояқ Есетке. Құрметті көрермендер, Динараның сұлулығы Илон Масктың байлығынан да асыпсы. Месті. Динара, не айтамыз? Давай, родной. Болды ма? Жақсы. Жақсы, Есетқа. Жол болсын. Тәпін жаттап алдым. Қаяқта тұратынды білем. Қуыстан капюшонмен біреу шығып жатса, қаш. Сонымен бізде финал. Елжан және Азамат. Динара, былай қылайық. Екеуі бір-бір жылы сөзден айтсын, сосын таңдау жасаймыз. Жарайды ғой? Жақсы. Финал. Елжан. Динара ханым, мен сізді книга рекорд Гиннесі кітабынан көріп қалдым. Ең сұлу, ең ақылды деген номинацияда тұр, прикинь? Өзім в шоке! Енді Азамат келге. Рахмет, Елжан. Азамат. Динара, бұл жайтты сен білесің. Сен Ақтөбеңкісің, мен де Ақтөбеңкімін. Екеуміздің бақытты сәтіміз Ақтөбенің нашар жолдар сияқты ешқашан бітпесе екен. Азамат, қазір бізде жаңа кім жолдарымыз түзеліп келе жатыр, сондықтан Елжанды таңдаймын. Мен таңдамаса кетіп едім, Рахмет, Азаматты қошеметпен шығарып салайық. Ұнайым айдарының жеңімпазы Елжан.
Пасеш. Рахмет Нұрболға. Өнердегі апам серьез айтайын. Мен сізді апам ретінде қатты жақсы көремін. Әні. Жаным. Ұнайым айдарының жеңімпазы Елжан және де бүгінгі біздің жұлдызды қонағымыз Динара Мирасбек. Қаттырақ қошемет. Бүгін бізде Елжан алғашқы жеңіс! Алғашқы жеңіс!